Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Біздің келесі сабағымыз ол біздің подписки бөлімі. Подписки бөлімі дегеніміз жеке бренд дамытудағы Инстаграмдағы үлкен мән беретін бөлім десек болады. Өйткені сіздің парақшаңызға кірген оқырман сіздің подпискеңізді міндетті түрде көреді. Подписки бөлімі негізі ереже бойынша 100 подпискиден төмен болу керек. Если сізде 400-ден жоғары, 1000-нан жоғары болатын болса, сіз бәрібірде ол 1000 адамның барлық парақшасын қарап мұқият оқымайсыз, иә. Сондықтан сіздерге кеңес беретінім, бұл керек емес адамдардың өзіңіздің досыңыз болсын, танысыңыз болсын, ол сізге ешқандай не бермейтін болса, пайда бермейтін болса, сіздің оның парақшасына ешқандай да бір іліп алатындай ештеңе болмаса, онда сіздер міндетті түрде ол подпискалардан отписаться етуіңіз керек. Бұл осылай етіп өзіңіздің подписки бөліміңізге кіріп, подписки деген жерге бассаңыз, ол автомат түрде отписаться етіледі. Енді кімдерді қалдырамыз? Өзіңіздің ол кісінің парақшасына кіргенде, мысалы, иә, кәдімгідей үлкен бір пайдалы ақпарат алатындай, өзіңізге өміріңізге қажетті ақпарат ала алатындай, былайша айтқанда парақша болу керек. Өзіңіздің жеке басыңызға деген сияқты. Сондықтан қазірден бастап өзіңіздің парақшаңызға кіріп, подписки бөлімін міндетті түрде қарап шығыңыздар. Одан бөлек қолыңызбен подписка жасасаңыз, сағатына 60 адамнан жоғары отписка жасауға болады. Каждый сағат сайын сіз өзіңіз 60 адамнан отписаться етіп отырсаңыз, Инстаграм сізді ешқандай блокке де салмайды, ешқандай да бір жаман несін көрсетпейді, иә. Сондықтан бұл ережені міндетті түрде ұстану керек. Көбіне подписки бөлімін босатыңыздар десеңіз, сразу тек 100 адам, 200 адамнан сразу отписка жасап тастайды да, и ертең күні уже отырады. Инстаграм мені блокқа түсірді деп. Сондықтан подписки бөлімін, өзіңіздің жеке брендіңізді дамытамын, әрі қарай өзім блогерлікті, Инстаграмды өзімнің пайдаланғым келетіндей блог жүргіземін десеңіз, міндетті түрде подписки бөлімін тазалағаныңыз дұрыс болады.